Ерғалиева Күләш Басарайқызы 1938 жылы 15 маусымда қасиет қонып құт барған киелі мекен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданына қарасты Покровка ауылында дүниеге келген. Руы Найман, елі Қайқы. Жұртына сыйлы, беделді, ауқатты отбасында бой жетті. Әкесі Ерғали, анасы Бияш, көздері ашық, сауатты жандар болған. Анамыздың бауырлары Сәрсенбай, Сәдуақас, Күлзияш, Гүлсім. Күләш анамыз 18 жасында Алланың қалауымен Қиябай мен Ерғали әкелерінің келіскен уағдасымен Бұрымбеттің рай еліне, Қиябай әулетіне келін болып түсті. Атақты ұста Қиябай мен апамыз Әбдіқызы Әлипа 15 ұрпақ көтерсе де қиын қыстау заманында ерте шетінеп, ұлдан жалғыз тұяқ Нұқбай ғана қалыпты. Күләш анамыз бен әкеміз Нұқбай әуел бастағы уәделері бойынша бірге жоғарғы білім алмақшы болады. Алайда ата-баба дәстүрімен қасиетті шаңырақтың отын сөндірмеу үшін кәрі әке-шешенің көңілінен шығу мақсатында армандарымен хош айтысады. Әкеміз Нұқбай сауда саласында Қазақстан совхозында жоғары қызметтер атқарған. Күләш анамыз еңбек жолын кітапхана меңгерушісінен бастап, мектепте лаборатория меңгерушісі болып қызмет еткен. Құдай қосқан қосағымен 13 баланы өмірге әкеледі. Қазіргі таңда 22 немересі, 4 шөбересі бар. Қайынбикесі, яғни әкеміз Нұқбайдың әкпесі Зағила 1963 жылы ота үстінде қайтыс болып, бір үйлі жан шеттей балалар анасыз қалады. Осы бір қиын шақта екі шаңырақ бірігіп, үлкен анасы Әлипа бас болып, Тұрсынбек аға, Зада апайларымен бірге Нұқбай мен Күләш екі үйдің 18 баласын бірге өсіреді. Өмірдің сол бір сынағында жан анамыз балалар үшін өмірдің қиындығына мойымады. 18 баланы бауырына басқан ана әр баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мейірім шуағын төге білді. Анаңды 3 рет мекеге арқалап апарсаң да еңбегін ақтай алмайсың деген нақыл осындайда айтылса керек. Ата-анамыздың өнегеге толы, парасатты өмірі артында қалған ұрпақтарына өнеге. Өте көпшіл, дастарханы жиылмайтын, үйінен қонақ арылмайтын, барын меймандарына арнайтын жандар еді. Ақ жаулықты асыл анамыз жары мен балаларын бақытты ете білді. Ерте отбасылы болғандықтан өздерінің орындалмаған армандарына балалары жетсін деген мақсатпен мектеп пен үйде балаларының оқуына барлық мүмкіндікті жасады. Ата-енесінің ақ батасын алып,
ақ отаудың тұмары немере шөберелерінің ақ жүрегі бола білді. Аналық махаббатқа, мейірімге бөленіп ер жеткен ұлы Төкен Сейілғазин мен келіні Бақыт Сейілғазина сағынышпен еске алды. Күләш батыр ана 18 бала екі үйден тәрбиелеп өсірген адам, солардың бәрін дұрыс тәрбие беріп, өмірдің үлкен жолына салып жіберген адам. Сол Күләштің тәрбиесінің арқасында балалар түгел үлкен азамат болды, ер жетті, оқу бітірді, алды, жақсы қызметтер атқарып жүр. Атқарды да. Кейінгі немере шөберелердің өзі міне үлкен оқуда, алды Америкада, Қытайда, Таиландта, Малайзияда, Ресейде білім алып жатыр. Соның бәрі осы Күләштің арқасы деп ойлаймын. Күләш Жанарды қолынан жетектеп жүріп өсірді. Бір ел жанынан қалған жоқ. Сондай үлкен шыдамдылық танытқан анаға біз бас иеміз. Тума талант деп есептеймін Күләшті мен. Өз педагог, өз тәрбиеші, дипломат деуге де болады. Бәр жағынан сайма-сай жақсы, мықты адам. Біз ол кісіні ешқашан ұмытпаймыз. Қай уақытта отырсақ та ол кісіні еске алып отырамыз. Үнемі есімізде. Бақыт екенімізді өзі кеп үйлендірген осы Күләш. Үлкен рахметімізді айтамыз. Соның арқасында үлкен үй болдық, үлкен семья болдық. Мен осы екі әулетке, Сейілғазиндар әулеті мен Қиябаевтар әулетіне ең бірінші келін болып түскен едім. Келіннің бетін ең бірінші кім ашса сол ыстық деген аяулы анамыз өзі барып алып келіп Төлепберген екеуміздің отау құрғанымыздың куәсі болған еді. Екі үйдің ортасында қанша бала болса да, солардың ешқайсысын бөліп жармай, өзінің мейірбандылығыменен, өзінің еңбекқорлығыменен балалардың барлығына тәрбие берген еді. Аяулы анамыздың күлімсіреген жүзі мәңгі есімде сақталады. Жаны жанатта болсын. Барлық балалары жоғары білімді, үлкен қызметтерде жұмыс істейді. Алайда Алланың ісіне шара бар ма? Аяулы перзенттері Сейіт, Берік, Қайрат өмірден ерте кетіп, ана жүрегі қарсы айырылады. Өмірінің бейнетінен зейнетін көрер шағында жан жары әкеміз Нұқбиді жер қойнына тапсырады. Әкеміздің өмірден қайтқанына да 22 жыл өтті. Қабырғасы қайысқан ақ жаулықты ана ұлдарынан қалған немере шөберелеріне қарап көңіліне медеу тапты. Қалған өмірінде көзіне көрінген ұл қыздарының амандығын тілеп, Аллаға шүкіршілік айтумен болды. Қиындыққа қайыспай, балаларын құтты орындарына қондырып, бақытты ана, сүйікті әже атанды. Анамыздың өзі ортамызда жоқ. Алайда көзін көріп қызметтес болған әріптестері бар. Ендеше Жанипа Расулдинаның пікіріне құлақ асайық. Бір мектепте бірге қызмет істеген жылдары Күләш апайдың ешқандай бір қатты сөйлеп, біреумен қатты ұрысып жатқан мінезін еш уақытта байқағамыз жоқ. Күләш апай асыл жар еді. Жолдасына ылғай қамқор жасап, өзінің балаларына да ақыл кеңесін беріп, жақсы тәрбиесін көрсете білді. Соның арқасында барлық балалары мектепті үздік бітіріп, жоғарғы оқу орындарын бітіріп, өздерінің аңсаған армандарына жетіп, бір шаңырақ болып, қазірде бір үлкен әулет болып отыр. Міне, Күләш апайдың біз есте қалған жақсы қасиеттерін, жақсы мінездерін бізде өзімізде сол мектепте жүргенде бойымызға дарыта білді. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас болсын Күләш апай. Артында қалған ұл қыздарыңызға, немерелеріңізге, шөберелеріңізге осы сіздің асыл қасиетіңіз дарысын. Әрқашанда біздің жүрегімізде, көңілімізде мәңгі сақталасын. Күләш анамыз қайныларының бірде-бірінің атын атап түсін түстеп көрмеген жан.
Қазақтың салт дәстүрімен әрқайсысына өзінше ат қойып еркелетіп, төбесіне көтеріп сыйлаған. Осы бір сөзімізге қайнысы Марат Мақжаевтың еске алуы тұздық болары сөзсіз. Жеңгеміз біздің ортамыздың ырысы, құты, балалардың берекесі болды. Күләш жеңгем ауыртпашылықтың бәрін жеңе білді, қиындықтармен күресе білді, қуаныштармен бөлісе білді, туыстармен ақылдаса білді, араластыра білді, батыр ана атанды. Осы балаларды өсіріп, жеткізіп жүріп жұмысты, қызметті де бірге атқарып шықты. Үлкендеріміз кетті, кішілеріміз қалдық. Енді біз сол үлкен ата-бабаларымыздың қасиетті сөздерін еске түсіріп орындайық. Күләш жеңгеміздің жатқан жері торқа болсын, қабірі жарық болсын, иманы жолдас болсын. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын, өтеуге борышым. Ұлың ізің, қызың өрісің, немерең тынысың демекші, ұяда көрген тәрбие балаларына да қанат болып, бүгінде немере шөберелері дін аман, ересектері түрлі салада абыроймен еңбек етуде. Бүгінгі бас қосуда ұрпақтары рухтарына бас иіп, тағзым етеді. Осындай текті адамдардан тараған ұрпақ екенін мақтан тұтады. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Әзірге берерім балалық махаббат, балалық жүрегім, бол риза анашым, қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын, көзіңнен танимын. Ерейін міне бата қорғасын, қызырата, қызырын қияласын, періштен ұяласын, бастарынан бақыт дәулет кетпесін, семьяда бақытты болып, денделік сау болсын, менің жақсы бен бақытым жүресін. Рахмет, әмин.
Өлеңімді ендеше өлеңімді, өлең айтып көтерем көңілімді. Тату тәтті болыңдар балаларым, өздеріңе арнадым өмірімді. Талмен қайың дегенге, талмен қайың, денің сауда білмейсің ауру жайын. Ауырғалы көп айдың жүзі болды, қоштасуға менімен қалай жайың. Гүлдей жайнап көгерер көктеміңде, шыныменен бұл жалған өткеніңде. Ризамын сендерге балаларым, ана сүтін ардақтап өткеніңе. Шегі бар ма қазақтың даласының, аман болсын туысқан жанашырым. Бір күн көрмей сендерді тұра алмаушы ем. Қош болыңдар жандарым, қарашығам. Есіктің алды жар мекен, жағалай біткен тал мекен. Анасынан айрылған қыздан да сорлы бар мекен, ұлдан да сорлы бар мекен. Саздауға біткен топ қайың көктер шоқтайын. Анамды іздеп таппайым, таппаған соң жоқтайын. Асыл зат еді анамыз, жоғына қалай нанамыз. Келмеске кетті панамыз, қормалымыз данамыз. Сарсаңға түсті санамыз. Есіктің алды белеспе, өткен бір күндер елеспе. Ұл-қызың қалса анасыз, немерең менен шөберең әжесіз қалды емес пе? Қамқорең үлкен кішіге, зәбірің жоқты кісіге. Пештен болсын орныңыз, Алланың көндігісіне, Алланың көндік ісіне.